Билалдың өзіне келетін болсаңыз, Умайя ибн Халаф деген кісінің жаңағы құлы еді ол. Ол да жаңағы дөкейлердің ішіндегі қарсыласып жүрген біреу, Умайя ибн Халаф деген нәрсе. Ол кісі Билалды жаңағы исламын біліп қойғаннан кейін діннен қайтуын талап етеді. Қайтпаймын дейді. Содан жаңағы азаптайды оны. Жаңағы күннің астына апарып азаптайды. Билал қайтпайды. Сонда Билалдан сұрайтында Хубал деп айт дейді. Ол айтады Ахат дейді Билал. Алланың атын атайды. Ахат. Ахатты ғана мойындаймын дейді. Қарап, өмір бақи адамға құл болып келген, қалған ғұмырымда Құдайға құл бола алмайын ба деп жатыр ғой. Жалпы Билал сол азапта болып отқандардың ішінде Билал кәдімгідей өлімге дейін тұруға дайын адам болған. Қалғандар арқылы Алла көрсетті, исламда рұқсат қиналған кезде өтірік алдай салу деген нәрсені. Мысалы, Аммарларды кеп қинап атқан кезде оңай болған жоқ, ол Аммардың көз алдында әкесін сабады байлап, анасын өлтірді мысалы дегендей. Сонда күніге азап қой. Алып шығады, қорғайтын ешкімдері жоқ. Әркім қай өзінің жаңағы руына қарасты адамды олар азаптайды. Күніге азап, жаңағы ыстық темір сауыттың ішіне жатқыз қояды, ана сауыт топырақпен бір қызады, үстінен күн қызады, мынадан ештеңе қалмайды. Тері деген күйген, мысалы, терілер сыпырылып түседі. Сондай жағдайларға дейін қиындық болған нәрселерді. Билалдың несін қарасаңыз, құрметті жамағат, Билал құл. Билалдың жаңа қожайыны Умайя ибн Халаф. Бай, ақша көп, әйел көп, мысалы дегендей, бала көп, күллі жаңа жетістіктері дүниеде табыстары мол да. Сол адам ойлайды, осы нәрсе абырой деп. Абыройдың қазір не екенін көрсетеді Алла Тағала. Қарас. Дүниеден не қаласа, ананы алып келіп, мынаны істеп ұста, ананы нете сал, малды қарай сал деген кезде үнемі жүгіріп жүрген құл Билал. Ананы істей салады, мынаны істей салады, мынаны істей салады. Алладан басқа біреуді аташ десе, қарасаңшы қандай нәрсені. Қараңыз, Алла Тағала абыройға қалай береді. Ахаттан басқа мойындамаймын дейді. Көрдіңіз бе абырой қай жақта? Абырой Аллада, құрметті жамағат. Рахманда. Әне Рахман не істеді Билалмен? Ол дүниедегі шаруасының міндеттерін бәрін атқарып бере алады оған. Бірақ тек Ахатты айтпа, Хубалды айт десе, Ахатты айтамын дейді. Алладан басқа тәңір жоқ дейді. Сабайды, қинайды. Уже Умайя ибн Халафтың өзі шаршайды оны азаптаудан. Сонда да жеңілмеген тәкаппарлық балаларының қолына ұстатып, жіпке байлап сүйретіңдер деп, ана бүкіл Меккенің көшелерімен балалар сүйретіп жүреді. Жаңа Билал ешкім ештеңе істей алмайды. Мұсылмандар әлсіз. Алла Тағала өзі жаңағы сабыр етіңдер, зияндарға сабыр етіңдер, төзімді болыңдар. Куффу айдиякум, қолдарыңды тыйыңдар. Мен білем не істеп жатқанымды деді Алла Тағала. Мен білем не беріп жатқанымды дегендей нәрселер ғой. Осындай жағдайлар болып жатқан кезде олар Билалға сондай қор сияқты олар. Бірақ ол Алла Тағаланың алдында абыройлы құл еді да, бүйтіп көшелерден айналып жүрген, жағы сөйлетіп жүрген. Оның жүрегі ол, ана күллісінің жүрегін қоса жетпейді оған. Алла Тағаланың қасындағы абырой беделі Билалдың. Соқтан абырой деген Аллаға адал болсаңыз принципіңізге, абырой сонда қалтаңда ақша болмаса да, астыңда кресло болмаса да. Ал енді астыңда кресло, қалтаңда ақша, тағы да басқа жаман саптар болса да, бірақ Құдайға адал боламасаң, ол абырой емес ол. Ол адамдар үрлеп жасап қойған алдамшы нәрсе құр болды. Ол түкке татымайды Алла Тағаланың қасында. Осылайша Билалдың жүрегіндегі жаңағы иманына Алланың рахымы қамтып тұр ғой күллі нәрсені. Бірақ келесі жолдағы мұъминдерге ол Билал үйтіп сыналмаса, сондай керемет өнеге мынандай бір айтуға тұрарлық бүгінгідей бір қисса қалмас еді. Сөйтіп соның бәрінен өткізіп болғаннан кейін жаңа Абу Бакр радиаллаху анху барады. Абу Бакр радиаллаху анху барып Умайя ибн Халафқа айтады: қанша сұрайсың? Мынаны әбден қинадың ғой, Алладан қорықпайсың ба? Мынаны хақысын сұралам деп қорықпайсың ба Алладан дейді. Сен Мұхаммедке еріп бүлінген, мына Билалды да бүлдірген сен дейді. Билалға барып уағызда айтқан Абу Бакр. Иман келтіргеніне себеп болған нәрселер, көрдіңіз ғой. Қимылдап, құлға да, анағанда, мынағанда түгел нәрсе. Сен мынаны бүлдірген дейді, қараңыз. Ал енді құтқарып көр менен дейді. Қанша төлейін дейді. Соның бір риуаятында айтады, осынша алтын бересің деп. Соны береді.
Қараңыздаршы, иманның жағдайы қандай болып отыр. Билалді азат етеді, Билалді сатып алады да азат етіп жібереді. Яғни кімде-кім Алладан қорықса, Алла шығатын жол тауып береді дейді. Немесе ауырлықпен бірге жеңілдік бар. Бірақ әрқайсысы өзінің мерзімінде болады ол. Сол мерзімі біткенше адам төзімділігін сақтады. Билал мысалы үлкен жаңағыдай не жасады да, өнегелік еңбек жасады Алланың жолында.